Жеріне қарай жемісі, табиғаттың өзі мейірімін төгіп сыйға тартқан Сиверс алмасының тұқымын көбейту мақсатында Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің орталық мекемесінде орналасқан Алатаудың тылсым әлемі атты визит орталығында Таза Қазақстан экологиялық табиғат қорғау акциясы өткізілді. Игілігі мол шара жайлы толығырақ тарқатсақ. Ұлттық парктың экологиялық ағарту және туризм бөлімінің мамандары, орман инспекторлары өткізген іс-шара Алматы облысы Еңбекшіқазақ, Талғар аудандарының мектептерінде, агробизнес және менеджмент колледжі, Жексенбеков, Қонаев, Ламаносов, Орынбетов, Таутүрген негізгі орта мектебі, Юрий Гагарин атындағы мектеп орманшылығының оқушыларымен өтті. Болашақта жас буын өкілдері де табиғатымыздың өсіп өркендеуіне өз үлестерін қосты екен деген ниеттен туған. Іле Алатау ұлттық табиғи паркінің аумағында көп өсетін қызыл кітапқа енген Сиверс алмасын тұқымынан егу оқушыларға түсіндіріліп, оның қалай себілу керектігі жайлы мағлұматтар беріліп, арнайы контейнерлерге себіліп жатыр. Қызыл кітапқа енген алмалардың жойылып бара жатуына байланысты оларды көбейту, молайту үшін тұқымынан себу жұмыстарын балалардың жаңағы өз көзімен көріп, өз қолдарымен осындай іс-шараларға қатыстыру ең негізгі қазіргі біздің мақсатымыз. Сиреп бара жатқан Сиверс алмасының тұқымын себуді ұлттық парк мамандарымен біріге отырып жүзеге асырған жастар. Қоршаған ортаны аялау басты мақсатымыз екенін жеткізді. Біздің денсаулығымыз, салауатты өмір сүруіміз табиғатпен тікелей байланысты. Осы жайлы жастарымыз толықтай сезініп түсінетін болса, өте тамаша деп ойлаймын. Себебі табиғат ол біздің денсаулығымыздың басты кепілі. Осыған байланысты, табиғатты қорғауға байланысты бірнеше жұмыстар да жүргізіліп жатыр. Біздің еліміздің жарқын болашағы біздің өскелең ұрпақтың қолында. Сондықтан біз өзімізді қоршаған табиғатты аялап, оны күтіп, қарап ұстауымыз біздің міндетіміз деп санаймыз. Жыл сайын Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі мен Алматы мемлекеттік табиғи қорығының бірлескен акциясы жүзеге асырылуда. Тұқым отырғызу акцияларында 10 мың дана тұқым себу жоспарлануда. Іле Алатау ұлттық паркі мен Алматы мемлекеттік табиғи қорығы көп жылдан бері қоян қолтық бірігіп осындай экологиялық акцияларды жиі өткізу болып тұрады. Оқушыларға осы ағаштардан қалай өсу, тұқымнан сеуіп, және оны мысалы ағаштарды чауып, жойып тастау оңай, оны тұқымынан өсіру өте ұзақ уақыт талап ететінін айтып, түсіндіріп, ағаш сеу рәсімін өткізіп жатырмыз. Кейін өсірген кезде ол ағаштарын осы оқушылар өздерінің мектептердің ауласына және Талғар қаласын басқа отырғызатын парктерге отыруға мүмкіндік болады. Бір жылдығын ойлаған халық бидай егеді, 100 жылдығын ойлаған халық ағаш отырғызады деген дана халқымыз. Олай болса, болашақ ұрпақ алдындағы абыройлы аманаттың бірі бүгінгі шара екені даусыз. Дархан Разбайұлы, Талғат Жанбота, Алатау ақпараты.